Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Қырғауыл ауылындағы қазақ орта мектебі география пән мұғалімі Жұмағұлова Мадина Сағынғалиқызы. Бүгін мен сіздерге онлайн мектеп платформасында БЖБ және ТЖБ-ны жүктеу, тексеру, оқушыға кері байланыс беру жайлы сіздермен бөлісемін. Бірінші мектеп онлайн платформасына кіреміз. Онлайн мектеп БЖБ және ТЖБ бөлімі. Сабақты қосу, яғни пәнді таңдаймыз. Сыныпты, оқу тілін, сабақ түрін, жаңа ТЖБ-ны қосу, құру. Енді бұл жерде бірінші тоқсан бойынша жиынтық бағалау деп жазылып тұрады. Сіздер жиынтық бағалаудың ерекшелігіне барлық мақсаттарын копировать етіп, орттан составлять ете берсеңіздер болады. Өздеріңізге жеңілдік болады деп ойлаймын мен. Немесе тура осы жерде жазсаңыздар да болады. Мен бірақ алдын ала жаңағы тапсырмаларды ортқа жазып қойғам. Яғни арғата тексерілетін мақсаттарды басамыз. Яғни жаңағы 4 мақсатты жеке-жеке копировать етіп, вставлять етеміз. Деңгейді таңдаймыз. Екінші мақсатты қосамыз. Яғни әр мақсат бір тапсырмаға байланысты қойылады. Келесі үшінші мақсат. Және төртінші мақсат. Деңгейі қолдану. Келесі бөлімді қосамыз. Бөлім атауын қосамыз, яғни. Сақтаймыз. Енді осы бөлімдерге байланысты тапсырмаларды. Енді жаттығу түрін таңдаңыз делінеді. Берде 5 түрлі жаттығу түрі бар. Қазір сіздермен осының 4-ін талдап кетеміз. Бірінші, бір дұрыс жауабы бар жаттығу алайық. Құру. Тапсырма түрі. Қысқа жауапты дейік, яғни бірақ жауабы бар. Файлды қоссаңыздар да болады, немесе қоспай қойсаңыздар да болады. Мысалға мен сіздерге мына жерде көрсетіп тұрмын, файлды қоссаңыздар да болады. Енді бұл жерде дұрыс жауап табылар. Яғни қате жауапты дұрыс жауап қылып жасылға бояп қойдым. Келесі қыраттар. Бұл қате жауап. Жазықтар. Бұл да қате жауап. Астына қарасаңыздар, мына жерде қысқаша ақпарат дейді. Мен таулар дей салайын. Арғата орындау уақыты. Бұны біз ұмытпауымыз керекпіз. 2 минут. Жоғары балл 1 балл. Яғни мақсатты таңдаймыз. Жаңа қойылған мақсат осы жерде тұр. Енді бірінші мақсатты таңдадық. Келесі осы бөлімге міне бірінші тапсырма құрылып тұр. Енді екінші тапсырманы қосам. Бірнеше дұрыс жауабы бар жаттығуды таңдап көрейік. Құру. Тапсырма түрі көпше таңдау. Дұрыс жауаптарды таңдай. Дұрыс. Келесі жауап нұсқасы.
дұрыс емес, иә? Жақсы. Бір 2 дей салайық. Бұған 4 минут уақыт берейік. 4 балл. Яғни оқу мақсатын міндетті түрде қоямыз, ұмытпауымыз керек. Келесі бөлімді қосамыз. Яғни тапсырмаларыңыз аяқталса, келесі бөлімге қатысты тапсырмаларыңызды ұйымдастырып қоя берсеңіздер болады. Сақтау. Енді тапсырманы қосу. Енді ашық жауапты жаттығуды таңдаймын. Құру. Толық жауап. Дұрыс жауаптар, құрметті ұстаздар, тек қана ұстаздың өзіне ғана көрінеді. Келесі қосымша ақпарат. Толық жазу дей салайық. Бұған 10 минутымызды жіберейік. 6 балл. Мақсатты қоюға ұмытпаймыз. Келесі 4-ші тапсырма. Ашылмалы тізіммен жаттығу. Құру. Тапсырма толық жауап. Бұл жерде де сіздер файлды қоса аласыздар. Қосқыларыңыз келсе, сурет те қоса аласыздар. Яғни дұрыс жауап. Келесі 2-ші жауап. Яғни бұл тапсырмада оқушылар өзіне дұрыс жауапты таңдай алады. Жақсы. Енді 4 тапсырманың бәрін орындап болдық. Енді сақтау және жабуды басамыз. 2-ші тапсырма дейді. Мына жерде бізде қайсы болып тұрғанын көрсетіліп тұр. Уақыты. Көрдіңіздер ме? Егер осындай қателіктер болып жатса, мына жақтан өзгертесіздер. Орындау уақыты 5 минут. 2 балл. Мақсаты. Сақтау және жабу. Енді көрдіңіздер ме? Сіздің сабақ сәтті сақталды дейді, құрметті ұстаздар. Енді мұны қаяқтан көре аласыздар? БЖБ және ТЖБ. Міне, ТЖБ-ға басасыздар. Міне, менің жаңа құрған 1-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалау тұр. Біз оны көре алады екенбіз. Бізге қарай көрінеді міне. Сабақтың мазмұны 2 бөлімнен тұрады. Тапсырмаларым, міне 1-ші тапсырма, 2-ші тапсырма, 3-ші тапсырма, 4-ші тапсырма, құрметті ұстаздар. Міне, ашылмалы. Көрдіңіздер ме? Жақсы. Енді осы айтылған БЖБ-ны және де ТЖБ-ны қалай тексереміз? Онлайн мектепке кіреміз. Кесте. Сабақтарымызға кіреміз. Міне, менде географиядан 9-ші сыныбында бөлім бойынша жиынтық бағалау өтті. Енді осыған қалай тексереміз? Өту, мониторинг,
Енді қарасаңыздар, барлық оқушыларда міне орындалды, және де сонымен қатар соңында тексеру деп тұрады. Міне, қараңыздар. Қайтадан қазір мен естеу еңлік деген оқушыны тексеремін. Тексеру. Яғни, қате жауап болып тұрса, оқушыларда жаңағы сарғыш түспен белгіленіп тұрады. Яғни 0 балл қоймайым. Үшеуі дұрыс. 3 балл қоям. Яғни, мынау жаңа ашылмалы сұрақ дегеніміз. Жауап берген еңлік. 1 балл қоям. Мына жерге оқушының жауабы толық жауап берген. 2 балл қоям. Артефакт. Дұрыс. 1 балл қоям. 3 балл қоям. Сезбек өте дұрыс. 1 балл қоям. Енді қараңыздар, құрметті ұстаздар. Мына жердегі бағалау критерийлері, дескриптілері, ең жоғарғы балдар және оқушының жинаған балы мына жерде көрініп тұр. Яғни оқушы 91 пайыз жинаған 10 балл. Яғни балдың жиынтығы 11 балл алған. 12 сұрақтың 11-не жаңағы дұрыс жауап берген. Оқушыға пікір. Бірінші сұрақты қарастыр деп оқушыға кері байланысымызды жібереміз. ұжбаның қорытындысы оқушыға жіберілді дейді. Енді тағы да сіздерге ескеретін жайт, құрметті ұстаздар, бөлім бойынша жиынтық бағалау мен 90 бойынша жиынтық бағалаудың айырмашылықтары мен ұқсастықтарын сіздерге атап кетейін. Бөлім бойынша жиынтық бағалауда мақсат жаңағы тақырыптан кейін тұрса, ал 90 бойынша жиынтық бағалауда мақсат әрбір тапсырманың астында тұрады. Байқасаңыздар, және де бөлім бойынша жиынтық бағалауда, құрметті ұстаздар, уақыты көрсетілмейді, қанша уақытта орындау керек оқушы, ал 90 бойынша жиынтық бағалауда уақыты міндетті түрде көрсетіледі. Міне жаңағы сіздерге тексерген тапсырма. Назарларыңызға рахмет, құрметті ұстаздар.